Баршаңызға қайырлы күн. Кабачкадан таңғы ас дайындауды көрсететін болам. Парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Кабачкамызды алып, сыртын ашып, жуып аламыз. Осылайғы мен екеуін пайдаландым. Картошканы да сыртын ашып, жуып аламыз. Сәбізді де сыртын ашып, жуып аламыз. Терканың майда көзімен кабачкамызды өткізіп алатын боламыз. Таңғы асқа отбасыларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Шым-шым тұзымызды алып, кабачкамызға сеуеміз, араластырып, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Су шығады. Сәбізімізді оға дейін теркадан өткізе береміз. Онда азғантай тұз салып, араластырып аламыз. Картошкамыздың да теркадан өткізе береміз. Майда көзбен өткізе беріңіздер. Мен бәрін бір көзбен өткіздім, майда көзбен. Өткізіп болғаннан кейін тұз сеуіп, ыдысқа салып қоямыз, араластырып. Енді бөлек ыдысқа алып, қолымыздың көмегімізден суын бөліп алып, кабачкамызды ыдысымызға салатын боламыз. Дәл солай сәбізімізді де алып, қолымыздың көмегімізбен қатты күшімізді салып, суымызды бөліп аламыз. Картошкамызды да алып, суымен сүзіп алып, қолымыздың күшімізбен суымызды бөліп алып аламыз. Бір жұмыртқамызды алып, ыдысқа салатын боламыз. Осылай бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Қара бұршымызды да көз мөлшерімен өлшеп салып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды да саламыз. Ұнымызды салатын боламыз. 1 қасық саламыз, 2 қасық саламыз, 3 қасық саламыз. Қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Басқа ұнның қажеті жоқ. Өзінің осы рецептпен пайдаланыңыздар. Қолымыздың көмегімен домалақ қылатын боламыз. Көз мөлшерімен өлшеп, домалақ қылып қойсаңыздар болды. Қызып тұрған майға 2 жағын бірдей қылып қызарғанша қуыратын боламыз. Таңғы асқа оңай және жылдам дайын болады. Пайдаланып, отбасыларыңызға берсеңіздер болады. Пайдалы. Қараңыздар, әп-әдемі қызарып қуырылып тұр. Енді салфеткамызға алып, майын сүзіп алатын боламыз. Майы салфеткаға сіңеді. Сол кезде отбасыларыңызға берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің парақшам пайдалы. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырсаңыздар да болады. Рахмет.